Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңырау басуды ұмытпаңыз. Бүгін осындай өте тез дайын болатын, қарапайым заттардан ғана тұратын жеңіл жаздық салат дайындайтын боламын. Ол үшін бізге осындай 40 қабат қажет. 40 қабаттың барлығын осылай жұқа етіп, яғни жіңішкелеу қылып, барлығын турап алып, оны ыдысымызға саламыз. Одан кейін бізге осындай қияр қажет болады. Қиярды да осылай екіге бөліп, жұқалау етіп, турап аламын да, оны дағы сол ыдысымызға саламыз. Сіздер өздеріңіз қалаған көлемде турап алсаңыздар болады. Яғни қажетті заттардың да мөлшерін өздеріңіздің қалауларыңызбен жасасаңыздар болады. Енді қызанақты да турап аламын. Қызанақты осылай 4-ке бөліп, оны да жұқалау етіп турап алдым. Сіздер де оны да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап алыңыздар. Қызанақтың барлығын осылай ыдысымызға салып алғаннан кейін, оның үстінен ұсақтап туралған укропты қосатын боламын. Сіздер өздеріңіздің үйлеріңізде табылған көк жуа, кинза, петрушка укропты қоссаңыздар болады. Менде тек осындай укроп болғандықтан укропты ғана қостым. Және оның үстінен жарты шай қасықпен тұз, қара бұрыш, паприканы қосып араластырып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып алдым. Бұл салатты тоңазытқышқа қоймай, осы күйінде де дастарханға ұсынуға болады. Сіздер де осы салатты жасап көріңіздер. Және де ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркеліп, төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.